Кім жаман сөз сөйлеуін тоқтатпаса, және жаман ісін тоқтатпаса, Алла тағалаға ол адамның тамақтан және сусыннан тыйылғаны қажет емес дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам осы хадисте сіздер мен біздерге оразаның негізгі сырын, негізгі мағынасын аша түсіп жатыр. Яғни ораза тек тамақ ішу мен сусыннан ғана тыйылу емес, жалпы кез келген күнәліс, кез келген Алланы ренжітетін істен тыйылу мәселесін Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтып отыр. Алла тағала Құранда «Мә ялфизу мин қаулин илля ладайхи рақибун атид». Садақаллахул азим. Қандай да бір сөз сөйленген болса, оны аңдып тұрушы бар дейді Алла тағала Қауф сүресінде. Яғни біздің аузымыздан шыққан әрбір сөз біздің өмірімізге не пайдасын береді екен, не зиянын келтіруі мүмкін екен. Сондықтан да, құрметті жамағат, мұсылман адам ораза айында осы үлкен мәселелерге тәрбиеленіп, оразадан кейін де тілден, жаман сөзден, жаман істен тыйылу керек екен. Алла тағала баршамыздың оразаларымызды қабыл етіп, жақсы сөз сөйлеп, жақсы амалдармен Алланы риза қылуды нәсіп етсін.